Ассаламалейкум. Қазіргі кезде мына салафит іздейтіндер қаптап бара жатыр, күннен күнге көбейіп барады. Мына комитет по делам религии дегенмен мүфтияттың арқасында. Енді солардың білімі туралы тоқтала кетейін. Мен орысша жазғам, сондықтан қазір орысша оқып отырып, сіздерге қазақша аударып беріп отырайын. Сондықтан кішкене пауза болып қалса, ренжімеңіздер. Мына салафит деп жүргендердің бәрі де өздерінің дүмше ғалымсымақтары бар. Оларды шейхул ислам деп айтады. Сол шейхул исламдарының фетвасынсыз ештеңе айта алмайды. Бірдеңе болса болды, біздің ана ғалым былай деді, мына шейх былай деді, мына шейхул ислам былай деп айтқан деп шыға келеді. Ал енді олардың мына шейхул исламдарының білімінің мөлшері қандай екенін мына саудиттерден білуге болады, әсіресе Мекке мен Мединадағы саудиттерден. Егер де кімде-кім жұма намазына қатысқан болса, жұма намазының алдында Мекке мен Мединада бір емес екі рет азан айтылады. Бұл неге екі рет айтылады деген сұрақ туады. Ал енді бұл сұраққа осы шейхул исламдар, дүмше ғалымсымақтар, салафиттердің, ваххабиттердің жауап бере алмайды. Бұл екі азан біздің Мұхаммед пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассаламның сүннетіне ешқандай қатысы жоқ. Бұл екі азанды үшінші халиф Усманның кезінде шығарған. Сондықтан да бұл бидғат болып есептеледі, екі азан. Орысша айтқанда нововведение, дінге енгізілген жаңалықтар болып есептеледі. Ал енді бидғаттың бәрі де пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассаламның хадисінде айтылғандай, бидғаттың бәрі тозақтың отында жанады. Мен мына салафит біздеп жүргендерге сөйлейін деп отырмын. Егер Аллахтың тура жолына түскілерің келсе, мына өздерінің шайтанның шығарып берген сектасынан айнуларың керек. Өйткені сендер сүннит емессіңдер, ахли сунна әл жамағаға ешқандай қатыстарың жоқ. Бұл туралы мен алдыңғы видео лекцияларымда бірнеше рет дәлелдеп бергенмін. Сондықтан да ібілістің сектанттары болмай, Аллахтың сүйген құлдарының қатарына қосылуларың керек. Ол үшін сендер өздеріңнің дүмше ғалымсымақтардың шатпырағымен емес, Аллахтың Құранымен және пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассаламның сүннетімен ғана жүрулеріңе шақырамын.